Енді бізде верхняя затылочная зонамызды макушкаға бөліп кеткен зонамыз қалды. Соны қиямыз. Каждый прядьті ортасынан бастаймыз. Бізде контроль қайдан? Контроль бізде жәнегі қиған верхний затылочный зонамыздан алып 1 сантиметрге жоғарылаймыз. Қолымызды қарасаңыздар, бастың формасына жатқызып саусақтарын соған параллельно көтеремін. Контроль астындағы верхний затылочный зонадан 1 сантиметр асып түсем. Онда сол ереже каждый шашты 1 сантиметр қалыңдықта алып, сол алған жеріме қолымды параллельно голове осыны ұмытпаңыздар, ұстадым саусақтарымда и астындағы контрольдан верхний затылочный зонадан 1 сантиметрге асып кетіп қиямын. Каждый прядь өз орнында. Менің тұрған тұромсын сол прядьке қарама қарсы параллельно тұрамын. Соңғы шашты ғана артқа тартып бағыттап аламын. Екінші жағында аналогично солай алып шығамын. Соңғы прядьті міне артқа тартып алып жатырмын. Өзімнің қалай тұрғаным, қалай прядьті ұстағаным, параллельно голове дегенді ұғу керексіздер, сонымен қиып шығамын. Енді верхний затылочный зонамды бәрін кептіріп алдым. Дорабатывать етіп шығамыз. Поинтинг жасап аламын, параллельно кіріп шығамын шаштарды алып. Тарап жеріп қарадым. Енді осы зонамды объемға беремін. Объемға берген кезде міне қарасаңыздар, прядьті алдым, 1-1,5 қалыңдықта. Бірінші поинтингті жасадым. Керегінше жеңілдетім. Енді міне түбінен 1,5-2 сантиметрге қайшымен сырғып кіремін. Алдыңғы шаштарды алдыға жатқызып аламын да, сырғып жасап шығамын. Сіздер қорықсаңыздар, бұны филировочный қайшымен істесеңіздер де болады. Қайшымызды жартылай ашамыз да, сырғып қиямыз. Поинтинг жасадым, міне қарап отырсаңыздар, 2 сантиметр жоғарылықта алдыға қарай шашты жылжытып жатқызып отырып алдым. Ол не үшін? Мысалы қазір жасаған кезде жасадым, ұзынырақ. Енді менде верхний затылочный зона мен астыңғы зоналарды бір-біріне қосу үшін үш жағына поинтинг жасаймын. Бұл үстіңгі зонам астыңғы зонаға вливация етіп кіріп кету үшін, жеке бір балғамен шауып салған шаш сияқты жатпау үшін.